Әр азамат жеке тұрғын үй құрылысы үшін тегін берілетін 10 сотықтан басқа саяжай және ауыл шаруашылығы үшін тегін жер телімін ала алады. Ол туралы бүгін мемлекеттік қызмет істері жөніндегі республикалық арнайы бақылау тобының мүшесі айтты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті ақпараты бойынша оларға түсетін шағымдардың 70%-дан астамы жер дауына байланысты екен. Шенеуніктер бұл мәселеде қағазбастылыққа жол береді, немесе мүлдем толық кеңес бермейді. Егер шенеуніктер жер қатынастары мәселесінде заң бұзушылықтарға жол беріп, ол анықталып жатса, міндетті түрде заң бойынша жауапкершілікке тартылады. Семинарға қатысушыларды тегін 10 сотықты алу мәселесі көп қызықтырды. Көбісі ауыл шаруашылығын жүргізу үшін жер телімдерін алғысы келеді. Алайда кейбір талаптар бойынша уақытша тыйым салынғанын білмейтін болып шықты. Я бы хотела прояснить ситуацию. Мені шаруа қожалығының басшысы қайтыс болған соң жер телімін әрі қарай қалай пайдалану және бөлу керектігі қызықтырады. Семинар еліміздің тағы 10 аймағында өтті. Республикалық арнайы бақылау тобының өкілі барлық шағымдарды жеке қарайтынын айтты. Жер қатынастары туралы мәселелерді болдырмас үшін аудандар мен қалалардың осы салаға қатысы бар мамандар келді. Самал Белгібаева, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы.